Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі тақырып сидимин препараты жайлы болады. Сидимин препараты ауыл шаруашылық малдарына және үй құстарына темірдің, селеннің және йодтың жетіспеушілігі кезінде қолданылады. Сидимин препаратын малдарға мойын аумағы немесе жамбас аумағынан бұлшық еттен егеді, ал құстарға суға араластырып береді. Препарат анемияға қарсы және зоб ауруына қарсы әсер етеді. Сидимин препаратын сиырларға 10-15 грамм мөлшерде бұлшық еттен егеді, ал жас төлдерге және өсіп келе жатқан малдарға профилактика ретінде 5 грамм, ал дефицит болса, онда 10 грамм егеді. Ал үй құстарына келер болсақ, күнделікті таңертең ішетін суына 2-3 граммнан қосып береді. 1 литр суға 2-3 миллилитрден қосып береді. Сонда тауықтардың жұмыртқалағыштығы және олардың өсімі, салмақ қосымы бірнеше процентке артатын болады. Назарларыңызға рахмет.